Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен банофи пай тортын жасап көретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі майымызды осылай теркіден өткізіп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырып, үстіне кішкенеден ұн салып тұрып илейтін боламыз. Қамырымызды қатты илеудің қажеті жоқ, себебі нанымыз қаттақ болып шығуы мүмкін. Сол себепті кішкене ғана ұндарымызды біріктіреміз. Илеп алған нанымызды осылай формамызға салып, видеодағыдай қылып жайлап жазамыз. Осылай формамызды келтіріп алғаннан кейін 180 градуста пешімізде 20 минуттай пісіріп аламыз. Нанымыз піскенше осылай банандарымызды жіңішкелеп турап дайындап қоямыз. Нанымыз піскеннен кейін оны кішкене суға сіңбарып банандарымызды саламыз. Піскен нанымыздың бетіне осылай вареный сгущенканы салып шағамыз. Негізі 2-3 банан салған дұрыс. Мен балаларым жеп қойып, осылай 2 ғана бананды салдым. Мол салсаңыз дәмдірек болып шығады. Бананымыздың бетіне кішкене ғана жұқалап, сгущенкамызды қайттан жағуымызға болады. Бананды 2 слой қылып та салуға болады. Бетіне кремімізді дайындау үшін осылай салқындалып тұрған кілегейді миксерлейміз. Және оның үстіне творожный сырымызды салып, креміміз қоюланғанша миксерлейміз. Оның үстіне сахарный пудрамызды саламыз да, тағы да шамалы уақыт миксерлейміз. Дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа салып, тортымыздың бетіне әдемілеп салып шығамыз. 1 сағат, 2 сағатқа холодильникке салып, тортымызды салқындатып аламыз. Осымен тортымыз дайын болды. Енді каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.